Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді болып пісетін карас балықтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Мінекей балығымызды жақсылап жуып алдық. Енді осыны бөлшектерге бөлетін боламыз. Майда етіп бөлсеңіздер, қылтықтарын бәрі бөлініп кетеді. Сосын жеген кезде балаларыңыз қылтықтап қалмайды. Почти қылтығы жоқ болып, кәдімгідей жей береді. Біз постоянно осындай балық аламыз. Өйткені осы балықтың дәмі өте керемет. Және қуырғанда да дәл мен видеомдағыдай қылып қуырсаңыздар, балықтарыңыздың қылтығы жоқ болып қуырылатын болады. Осылай мен балаларыма постоянно осы балықты қуырып беремін. Жей береді. Мінекей осылай майда етіп кесіп шығу қажет. Осылай. Мінекей барлығын осылай кесіп алдық, майдалап. Енді қызып тұрған тапамызға балығымызды ұнға аунатып, тұз сеуіп, бірінші балығымызға тұз сеуіп аламыз, видеоға түспей қалды. Тұзды үстіне жағып, дәміне қарап, жағып, ұнға аунатып, қызып тұрған тапамызға қап-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Осылай өте дәмді болып шығады. Сіздер де мен видеома қарап жасап берсеңіздер болады. Қылтығы жоқ болып шығады. Дәл осы видеодағыдай жасасаңыздар, қылтықсыз балық жейсіздер. Мінекей қып-қызыл болып қуырылып шықты. Енді келесін салатын боламыз. Мінекей осылай. Екі жағын жақсылап қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей балығымыз дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.